Ең бай мұрагерлердің бестігін Аркадий Абрамовичсіз бастау мүмкін емес. Өзінің небәрі 25-те болғанына қарамастан, ол ең бай мұрагер. Оның айлық табысы $10,000 асады. Аркадийдің атақты Челси футбол клубы басшысы Роман Абрамовичтің ұлы екенін айта кету керек. Лукойл компания басшыларының бірі Вагит Алекперовтың жалғыз мұрагері Юсуф Алекперов. Ол Ресейдің ең бай мұрагері. Бірнеше жоғары білімі бар жігіт жақында ғана отбасы құрған. Сонымен қатар ол көлік жинағанды жақсы көреді. Шейх Хамдан. Ол Дубай әмірлігі билеушісінің мұрагері. Сонымен қатар ең бай бойдақ жігітке әлем қыздары көз тігіп отырғанын айту керек. Себебі ол тек байлығымен ғана емес, өзінің білімімен және жан-жақтылығымен де талайлардың арманына айналған. Мурай Эль-Хасан ханзада. Марокканың патшасы мен Лала Сальма ханшайымның ұлы. Ел заңы бойынша ол тақ мұрагері. Оның жасы небәрі 15 жаста. Оған қарамастан қазір ханзада ел басқаруға кірісіп кеткен.